Біздің мектебіміз қандай керемет, е? Ой, саған не болды, балақай? Саған не болды, балақай? Сыныптастарым мені бойың кішкентай деп мазақ қылды. Ал мен олармен ойнап, дос болғым келеді. Балақай, болды жылама. Жүр, сенің сыныбыңа барайық. Балақайлар, сендерге не болған? Достарыңды неге ренжітесіңдер? Естеріңде болсын, ешкімді мазақ қылуға болмайды. Ол өте ұят нәрсе. Біреуді мазақтау, оның жүрегіне жара салу. Ал жақсы сөз жүрегіне қуаныш сыйлау. Сондықтан балалар, адамды түріне қарап емес, жүрегіне қарап бағалау керек. Бізді кешірші, досым. Енді олай жасамаймыз. Ештеңе етпейді. Сендермен қайтадан дос болғаныма қуанып тұрмын. Еркін аға мен Айгүл әпкеге көп рахмет. Балақайлар, сендер де ешкімді ренжітпеңдер, жарайды ма? Сау болыңдар. Келесі кездескенше.